Америка Құрама Штаттары мен Израильдің Иранға соққы беруі және Аятолла Хаменейдің көзін жоюы. Бұл жай ғана эскалация емес, нағыз геосаяси жер сілкінісі. Ислам Республикасы бұрын-соңды мұндай тікелей араласуды көрмеген. Ал егер режим түпкілікті құласа, бұл бүкіл әлемді бір сілкіндіреді. Енді Алла бізді не күтіп тұрғанын елестетіп көрмеші? Нарықтардың құлдырауы және мұнайдың барреліне $30-40 дейін болуы ма? Зымырандар мен ядролық құпияларға толы елдегі ғасырдың ең жойқын азаматтық соғысы ма? Немесе көршілері осы дүрбелеңді пайдаланып, әлсіреп бара жатқан алыптың аумақтарын жазасыз бөлшектей бастай ма? Араб монархияларының абсолютті триумфы да жоққа шығарылмайды. Олар ақыры қас жауынан құтылады. Бірақ сол сәтте-ақ бүкіл таяу шығыстың тәжі үшін бір-бірінің алқымынан ала түседі. Бір нәрсе ғана анық: Иранның күйреуі аймақ картасын бір жола қайта жазады. Бүгін біз осы алыптың құлауының нақты сценарийлерін егжей-кегжейлі талдаймыз. Оның мұрасын бөлісуге кімдер ұмтылатынын анықтаймыз. Және ең бастысы, бұл жарылыс әрқайсымызға қалай әсер ететінін талқылаймыз. Келе жатқан оқиғаның ауқымын түсіну үшін басты нәрсені ұғып алыңыз. Иран жасанды шекаралар бар картадағы кездейсоқ дағы емес. Ол 3000 жылдық империялық бренд. Парсылар бұл жерді мыңдаған жылдар бойы билеп, өз ықпалын Үндістаннан Европаға дейін таратты. Олар Македонскийдің жорықтарынан аман өтті. Ұлы Сасанидтер империясына қайта жаңғырды. Ал 7-ші ғасырда араб жаулап алушыларына төтеп беріп қана қоймай, басқыншыларды тура мағынасында қорытып жіберді. Ислам дінін қабылдағанымен, парсы мәдениеті өзінің бірегей әрі қуатты болмысын сақтап қалды. Ал нағыз тектоникалық ығысу 16-ші ғасырда Сефевидтер тұсында болды. Ол кезде Иран ресми түрде шииттік мемлекетке айналды. Дәл сол кезде бүгінге дейін олып жатқан сүнниттік араб әлемімен ғасырлар бойғы өшпенділіктің іргетасына бетон құйылды. Міне, сондықтан Мұнай мұхитында отырған және тұтас прокси топтар армиясын басқарып отырған бүгінгі 92 миллиондық Иран таяу шығысқа тек өзінің заңды иелігі ретінде қарайды. Және бұл негізгі кірпішті аймақтың іргетасынан суырып алып, бүкіл ғимаратты құлатпай аман алып қалу мүмкін емес. 92 миллион адам. Бұл Сауд Арабиясы, Эмираттар, Катар, Кувейт және Бахрейннің біріккен халқынан да көп. Мұндай демографиялық алып аймақтық гегемонияға кепілдік беретіндей көрінеді. Бірақ кішкене ғана тұрақсыздық туындағанда, бұл ауқым оның басты осал тұсына айналады. Өйткені Иран тұтас монолит емес, жарылыс қаупі бар құрақ көрпе. Парсылар мұнда небәрі 60%-ға жуық, қалған ондаған миллион халық өршіл күрттер, белучтер, әзербайжандар және ең маңыздысы арабтар. Соңғылары оңтүстік батыста, бүкіл Иран мұнайының басым бөлігі жасырылған Хузестанда тығыз орналасқан. 80-ші жылдары Саддам Хусейн осы майлы жілікті тістеп алмақ болып, қанды 8 жылдық қырынға түрткі болған еді. Егер Тегеран билігі жойынса, егемендіктер шеруі сөзсіз басталады. Ал араб шейхтар үшін бұл тарихи джекпот іспеттес. Лоялистерді қаржыландырып, мұнайлы Хузестанды өз қанатының астына алу және Иранды жемсаудан бір жола кесіп тастау. Бірақ елдің ыдырауы бақылауға көнбейтін процесс. Иранның сынықтары бүкіл шығыста тізбекті реакцияны іске қосады. Күрттердің көтерілісі Иракты, Сирия мен Түркияны тұтандырады. Белучтер ядролық Пәкістанды тартып әкеледі. Әзербайжан факторы Баку мен Анкараны араласуға мәжбүр етеді. Қас жауын түкілікті жоймақ болған көршілер өз іргесінде алып, хаос құрдымына тап болу қаупін төндіреді. Басты парадокс та осында. Иранның нақты ыдырауы ешкімге, не Вашингтонға, не араб монархияларына мүлдем қажет емес. Аятоллалар режимін құлату, бірақ 92 миллиондық державаны бөлшектеу бұл Пандора қобдишасының қақпағын өз қолымен жұлып алумен тең. Америка, Құрама Штаттар мен Израиль үшін толық мемлекеттік коллапс ядролық нысандарға бақылауды жоғалтуды білдіреді. Байытылған уран, құпия технологиялар және баллистикалық зымырандар дереу қара нарыққа құйылып, бүкіл әлемдегі радикалдардың қолына түседі. Ал бұл барлық мүмкін болатын ең қорқынышты түс. Бірақ Тегерандағы билік ауысуы мінсіз өтіп, ел қанды ыдыраудан аман қалған күннің өзінде таяу шығысты басқа бір ауқымда апат жайлайды. Сол сәтте мұздай қаруланған алып, қарсыласу өсімен ирандық прокси желімен не болады? Аңғал оптимистер Гидраның басын шапсаң, қармауыштары өздігінен түсіп қалады деп сенеді. Қайдағы? Ондаған жылдар бойы Иран 10 мыңдаған солдарлар үшін басты банкомат және қару-жарақ бароны болды. Де-факто, Ливанның оңтүстігіне иелік ететін Хезболла, Қызыл теңіздегі жаһандық сауданың үрейін ұшырып отырған хуситтер және Ирак пен Сирияның ең қуатты шииттік жасақтары. Олардың барлығы қолма-қол ақша толы шабадандар мен контрабандалық зымырандардың үздіксіз ағынына үйреніп қалған.
Кенеттен бұл құтқарушы шүмек жабылады. Содырлар автоматтарын тастап, кеңсеге жұмыс істеуге кетеді деп ойлайсыз ба? Таяу шығыста олай болмайды. Иранның бақылауынсыз және қаржыландыруынсыз қалған бұл топтар мұздай қаруланған жетімдерге айналады. Аман қалу, өз аумақтарына бақылауды сақтап қалу және жалдамалыларға жалақы төлеу үшін кешегі саяси діни қозғалыстар тез арада алып криминалдық картелдерге мутацияланады. Порттар мен контрабандалық бағыттар үшін қатыгез қырқыс, бизнесті қатаң рекетке алу және көшілерді алын төреңдер, әйтпесе мұнай мұнараларын көкке ұшады дейтіндей қарапайым боп салу басталады. Нәтижесінде Израиль, Сауд Арабиясы және Эмираттар түсінікті мемлекеттік ойлауы бар жалғыз болжамды жаудың орнына өз қызметтерін кез келгенге сатуға дайын бүкіл периметр бойынша ондаған мүлдем бақылаусыз топтарға тап болады. Ал енді әлемді басқарудың басты тетігі ақша мен ресурстар туралы айтайық. Елестетіп көріңіз, аятоллалар режимі құлады, санкциялар алынып тасталды, экономика ашылды. Бірақ жаһандық мұнай нарығы үшін бұл нағыз экономикалық цунами. Иран 150 миллиард баррельден астам мұнайға ие және газ қоры бойынша әлемде екінші орында тұрған ұйқыдағы энергетикалық титан. Қазір қатаң шектеулерге байланысты Тегеран жасырын сауда жасауға мәжбүр. Көлеңкелі танкерлер флоты арқылы олар күніне шамамен 3-тен 3,5 миллионға дейін баррельді орасан зор жеңілдікпен негізінен Қытайға сатып жатыр. Бірақ егер жаңа билік батыс инвестициялар мен технологияларына есік ашса, бұл шүмек жарлады. Елді қалпына келтіру үшін жүздеген миллиардтар қажет болады және олар мұнайды барынша сорып, экспортты тәулігіне 4-тен 5-ке дейін миллион баррельге дейін оңай жеткізеді. Нарық заңды шикізаттың артықшылығынан лездетін шығып, баға соғысы басталады және котировкалар барреліне 30-дан 40 долларға дейін құлдырап, түбін тесіп кетуі мүмкін. Міне, осы жерде геосаясат таңқаларлық салт жасайды. Мұндай мұнай тасқыны шикізат несінде отырған елдер үшін ең алдымен Ресей үшін өлім жазасына айналады. Мәскеу Украинадағы ұзаққа созылған соғысты қаржыландыру және өз санкцияларының қысымдағы экономикасын ұстап тұру үшін қымбат энергия ресурстарына қатты тәуелді. 30-40 долларлық мұнай Ресей бюджетінде үлкен ойық жасайтын сонша, Кремльге әскери қимылдарды жалғастыруға қарапайым ақша қалмайды. Оның үстіне режимнің құлауымен Ресей бір сәтте өзінің ең маңызды одақтасынан айырылады. Ирандық шахеттер мен баллистикалық зымырандардың тұрақты жеткізілімінсіз ресейлік әскери машинаға тек солтүстік кореялық снарядтардың сапасына ғана үміт артуға тура келеді. Осыдан ащы ирония туындайды. Таяу шығыстағы биліктің ауысуы шығыс Еуропадағы соғыстың аяқталуын күрт тездететін соққы болуы мүмкін. Абсолютті парадокс шығады. Кремльді қаржылық оттегінен және аса маңызды қарудан батыс санкциялар емес, ирандық ереуішілер айыруы мүмкін. Таяу шығыс ондаған жылдар бойы оқ-дәрі бөшкесінде өмір сүріп келді, бірақ қазір оған жанып тұрған сіріңке әкелінгенін көріп отырмыз. Иран түйінін ұқыптылықпен шешуі мүмкін емес, оны шабуға тура келеді. Ал бұл соққының жаңқалары бүкіл ғаламшарға ұшады. Біз үйреншікті әлемдік тәртіпті бір жола жерлейтін орасан зор тарихи бетбұрыстың табалдырығында тұрмыз. Басты интрига енді режимнің төтеп беретіндігінде емес, оның күйреуінен кейін биліктің орасан зор вакуумын нақты кім толтыратындығында. Бұл жерлерде заманауи келбеті бар жаңа қуатты держава қайта жаңғыра ма, әлде үлкен аймақ шексіз қараңғы орта ғасырларға құлдырай ма? Тарих бостықты көтермейді және бұл бәлішті қайта бөлуге әлемдегі барлық жыртқыштар жапсатыны сөзсіз. Ал сіздің ойыңызша, бұл геосаяси тартыстан кім басты бенефициар болып шығады? Америка Құрама Штаттары, Қытай, Араб шейхтары, әлде басқа біреу ме? Міндетті түрде өз болжамдарыңызды пікірлерде жазыңыз, лайк басыңыз және арнаға жазылыңыз. Алда бізді осы әлемді бір жола өзгертетін оқиғалар күтіп тұр.